Адам мені жаратқан кім деп ойланбай ма? Жанымызға жақын адамдарды көруіміз үшін біздерге көзді берген кім? Жаратылыстағы дауыстарды естуіміз үшін құлақты берген кім? Иістерді сезуіміз үшін мұрынды берген кім? Әртүрлі дәмдерді сезуіміз үшін тілді берген кім? Сөйлей алуымыз үшін ауыз бен жақты берген кім? Әдемілігімізді әсемдеп, басымызға шаш қойып, кірпік пен қастармен безендірген кім? Жүзімізге барлық адамдардан да ерекше рең берген кім? Көңіл күйімізді білдіру үшін нәзік терлеріміздің астына бұлшық ет қойған кім? Әрі бізге барлық адамдардан да ерекше дауыс ырғағын берген кім? Олай болса, адамның ең бірінші білу керек болған нәрселер осылар емес пе?